Сәлеметсіздер ме? Құрметті студенттер, бүгін біз ауызша қорғауға тоқталамыз. Ауызша қорғау кезінде біздің ішкі жан дүниеміздің дайындығы және өзі қорқу деген нәрсені сейілту деген нәрсе болады. Сонымен қатар біз қаншалықты дәрежеде меңгердік, қаншалықты дәрежеде өзіңіздің жазған мақалаңызды қорғай аласыз, және өзімді мен қалай ұстаймын, еңбектеніп жазған, көз майыңызды тауысып жазған осы бір қорғауда, ауызша қорғауды қалай жүргізу керек, және оған қаншалықты дайынмын деген сұрақтар болады. Осы тұрғыда анық, дәл ойды жеткізу үшін мынандай бір презентацияға назар аударсаңыз. Өздеріңіз білесіздер, ылғи да сабақ барысында презентация жасап жүрсіздер. Сонда презентацияның бірін сіз өзіңіздің қорғау кезіңізді де пайдаланасыз және соны айтасыз. Мына нәрсеге назар аударыңыздар. Біріншіден, слайдтың орналасу тәртібін қарайық. Қандай түсте берілген? Көк түсте беріліп тұр. Енді тура осында сіздер де академиялық талапқа сай презентацияларды қорғайсыздар. Яғни бірінші сыртқы оформлениесі безендіруге, содан кейін сіз екінші мақсат пен міндетті жазасыз. Экранға солай шығармастан бұрын сіз алдыменен комиссия мүшелерімен презентациямен амандасып, асықпай өзіңізді бір сейілтіп аласыз. Содан кейін тақырыбыңызды экранға шығарып, жетекшіңізді, рецензенттерді атауға болады. Неліктен сіз осы тақырыпты таңдадыңыз? Бұл тақырыптың бүгінгі таңда өзектілігі қандай? Қандай мақсаттарды шешуге алдыға қойылған бір мақсат болады деп айттық. Сол бір мақсат ол тақырыптық сөйлем. Ал енді соның міндеттерін шешу барысында сіз пәніңізбен зерттеу аймағын, оның шекарасын анықтап алдыңыз. Енді осы мақсатта сіздің қойылған гипотезаларыңыз қандай? Сіздің синопсисіңіз қалай құрылды? Эмпирикалық базадағы негізгі қандай зерттеулерді негізге алдыңыз, қандай авторларды алдыңыз, және олардың алу мақсаты қандай, теориялық тұрғыда нені алға тартты, осы тұрғыда сіздің пікіріңіз қандай, қаншалықты зерттеулер болды, сол зерттеулердің өзегінде негізгі қаралған мәселелер не болды, сіздің ойыңызша қалай болды, зерттеуде шығарылған сіздің қорытындыңыз қандай болды, осы туралы, яғни қолданбалы жағындағы, практикалық жағында айтып өтсеңіз болады. Және оны айтып та презентация жасап та сіз көрсетесіз. Енді біз айтамыз, қорғау кезінде адамның дауыс ырғағы, ол бірінші сенімді білдіреді. Екінші, онда белгілі бір энергия бар. Сіз өзіңізді қаншалықты еркін ұстасаңыз, сіз өзіңіздің тақырыпты соншалықты меңгергендігіңіз болып табылады. Егер сіз деп ұзағырақ тоқтап, ойланып, жауап берген кезде де жаңағы нақты бір жауапты таба алмай отырғанда, онда сіздің әлі де болса да осы тақырыптағы кеткен бір кемшіліктеріңіздің бар екендігі туралы ой кетеді. Сондықтан да сіз айтатын мәселеңізді үйде шегелеп, нақтылап алғандығыңызда абзал. Сондықтан да белгілі бір жаттығу жұмыстарын жасап, айнаның алдында сөйлеп, өзіңіздің зерттейтін тақырыбыңыздың айналасындағы бірінші міндетім осы болғаннан кейін, мынандай практикалық нәрсе бар екен, оған мынандай диаграмма сыздым. Екінші, зерттеудің негізгі міндетіндегі мына нәрсе ашылды, оны біз мынандай әдебиеттерден пайдалана отырып, осындай жағын қарастырдық, және ол отандық және шетелдік әдебиеттерде бар. Осы тұрғыда мынандай тақырыпты шешу барысында осы мәселені қарастырдық деген сияқты бір қорытындыларыңызбен сөйлеп өткеніңіз абзал болады. Міне, қажетті слайдтағы материалдарды, яғни теориялық базаңыз болу керек. Барлық авторларды басынан аяқ тізіп шығу міндетті емес, қажетті, сізге қажетті цитаталарды, сізге қажетті ойларды, белгілі бір атауларды жазып кетіп, соны айтып, өзіңіздің эмпирикалық базаңыздағы тізімделген түрін көрсетіп, оның статистика жағын, болмаса белгілі бір кестелермен, диаграммалармен, суреттеулермен де, видео материалдармен де көрсетіп өткеніңізде абзал болып табылады. Жаңа айтып отырғандай, белгілі бір презентациялық көрсетулерде аудиторияның үлкен болмаса кішілігіне қарай, яғни 20-дан бастап 30-шы кегілге дейінгі аралықта
жазуға болады, анық қанық көк түстерде пайдаланып, ешқандай бір әлем жәлем деген нәрсе болмау керек. Біз айтамыз ғой, сыртқы түрінде, яғни сыртқы бірінші оформлениесінде, безендіруінде университеттің, факультеттің, өздеріңіз білесіңдер, орындалуы, тақырыптары жазылады. Осы тұрғыда сіздер жылында жазуды ұмытпайсыздар, осы тұрғыда өзіңіздің айтатын қорытындыңызды жазып өтесіз деген ойдамын. Міне, жалпы зерттеу барысындағы сіздің қандай дедуктивті әдістерді пайдаландыңыз, бәлкім ол индуктивті әдіс пе екен, бәлкім ол өзіңіздің методологияңызды айтып өтсеңіз осы тұрғыда, және соның жетістіктерінде бүгінгі көзқараста қандай ой пайда болды, халыққа қандай ой айтасыз деген сияқты қорытындыларды да айтып, барынша қателіктерді жібермеуге тырысады деген ойдамыз. Міне, осы тұрғыда болашақта сіздер белгілі бір дипломдық жұмыстар қорғайсыздар, белгілі бір жағдайда өздеріңіз сабақ қорғайсыздар және қорғап та жатырсыздар. Сондықтан да бұл академиялық мәтінде ғылыми зерттеулерге негізделу, сөйлеу, ырғақ, тембр, голос дейді, яғни дауыстың ырғағы, сонымен қатар өзіңіздің тақырыпты қаншалықты меңгергендігіңіз туралы ойыңызды айтып бекітесіз. Осы тұрғыда ауызша қорғаудың маңыздылығы зор. Міндетті түрде оқу емес, міндетті түрде оны жаңағындай дауыстап, жақсылап оқып беремін деу міндетті емес. Бастысы, сіз сол академиялық мәтіндегі жазылған сол саланың тілінде сөйлеп, сол саланы түсінетін, ұғынатын терминдерді қамти отырып, ойды жеткізсеңіз, және өзіңіздің азғантай да болса ғылымға қосқан үлесіңізді көрсете алуыңыз қажетті. Сондықтан да мен ойлаймын, сіздерден болашақта жақсы ғылыми зерттеушілер шығады деп, кез келген саланың өзіндік бір қызықтығы бар. Сондықтан да сондай бір салаларда зерттеу материалдарын жүргізеді деген үлкен сенімді білдіремін. Ал емтиханда болмаса қорғауларда кездескенше, яғни сәттілік тілеймін барлықтарыңызға.